Олжас Сейітов. Бақыт жолы. Тізгінделмейтін ашуды қалай жоюға болады? Бұл тарауда біз тізгінделмейтін ашу ыза мен агрессияны қарастырамыз. Бірақ бұл жерде екпін тізгінделмейтін деген сөзге түседі. Егер адам өзіндікін дұрыс деп санап, қасақана агрессия мен негативті әрекеттерге баратын болса, онда бұл жерде тереңірек жұмыс қажет. Бұл жайлы 3-1 және 3-2 тарауларында айтатын боламыз. Тізгінделмейтін ашуға не себеп болады? Неге сүйікті балаларымызға ашуланамыз? Бір кездері өзіміз сүйіп таңдаған жан-жарымызға неге ашуланып қол көтереміз? Неліктен кейде бізбен ісі жоқ бейтаныс адамдардың жазықсыз әрекетіне ызаланамыз? Жыл өткен сайын ашуланшақ болуымыздың себебі не? Ашудың мәні неде? Мәселе мынада. Агрессия мен ашу бұл жарқын эмоциялар мен апатия, қорқыныш, қайғы және кінә сияқты төменгі эмоциялар арасындағы аралық эмоция болып табылады. Егер зығырданыңыз қайнап жатса, бұл бірдене сізді төмендете бастағанын білдіреді. Ал егер бұл басым фактор сізге қысым жасауды жалғастыра берсе, сіз одан да төмен түсесіз. Толығырақ түсіндірейін. Мысалы, бір кездері жақын адамыңыздан айырылдыңыз делік. Сізде жоғалтудан туындаған терең жан жарасы жазылып қалды. Шкала бойынша ол төменде қайғы не апатияда тұр. Ал енді 20-30 жылдан кейін сүйіктіңіз басқа адамға кетемін деп әзілдеп айтып жатыр. Сіз бірден қайғы мен апатияға түспейсіз. Сіз біртіндеп алдымен ашуға дейін түсесіз. Кейін қорқыныш, содан соң қайғыға дейін төмендейсіз. Түсіндіңіз бе? Немесе басқа мысал. Баланы 7 жасында қатты ұялттырған. Мүмкін оны ақымақ, не топас, немесе лузер деп атаған шығар. Қалай атағандары маңызды емес. Маңыздысы бүкіл сынып оған күлген. Ол осы масқара болудың кесірінен өзін бәрі одан бас тартқандай, әрі қорланғандай сезінгендіктен өз-өзімен болып тұйықталып қалады. Уақыт өтеді. Ол бұл оқиғаны ұмытып, өз-өзіне деген сенімділігімен жұмыс жасап, өз ісінің жақсы маманы болып шығады. Енді міне, 30 жасқа келгенде, әріптестері оны жолы болмай қалған адам деп әзілдеп айтады. Қалай ойлайсыз? Ол бірден ұят сезіміне түседі ме? Жоқ. Алдымен ол ашуға, кейін қорқынышқа. Содан соң, егер қысым көрсетіле берсе, шағымданып, жылағысы келіп қайғыға дейін түсіп кетеді. Бірақ көп қоғамда ер адам көз жасын көрсетпеуі тиіс деп қабылданғанын ескеретін болсақ, ол бірден апатияға түседі. Демек, ашу мен агрессия проблеманың нақты себебі емес. Ашудың артында жоғалту, ұят, қорқыныш, кінә және аяушылық жасырын тұруы мүмкін. Сол үшін сізге жай ғана мұқият тыңдап, бұл жасырын әрі маска киіп алған эмоцияны табу керек. Негізі ол шкала бойынша ашудан әлде қайда төмен тұрады. Сондықтан егер сіздің ішіңізде ашу қайнап жатса, мұның әртүрлі себептері болуы мүмкін. Тікесін айтқанда, жан жараңыз болған. Біреу оған абайсызда тиіп кеткен. Бұдан сіз ашуланып кеттіңіз. Мұнда әрекет етудің ең дұрыс жолы осы жараны емдеу. Сонда болашақта, егер біреу оны қайтадан басып жаншыса, сіз ауруды еш сезбейтін боласыз. Тіпті бұған қатысты еш реакцияңыз да болмайды. Бұл психология саласындағы қазіргі таңдағы ең тиімді әдіс болып табылады. Ал кәдімгі адамдар ашумен қалай күреседі?
Ең ессіз адам салдары туралы ойламай, ұрысып әрі төбелесіп кетеді. Сәл естілеу адам ашуды өз-өзінде ұстайды. Ал ашуыңызды ұстаған кезде сіз өте тереңге кететін және ұзақ уақыт жасырын болатын өшпенділікте тұрасыз. Ал бұл іс-әрекетіңіз арамдыққа, қулыққа, сөзіңіз мысқылға, кекетуге айналатын күй. Салт-дәстүрлері көптеп кездесетін қоғамда өмір сүретін көп адам, сондай-ақ діндарлар мен шығыс техникасын, медитациясын қолданушылар осындай күйде болады. Өйткені қоғамда ашу-ыза көрсету әдепсіз болып саналады. Осы механизмді толығырақ қарастырайық. Балалық шағыңыздан бір жан-жараңыз бар делік. Мысалы, кішкентай кезіңізде ешкім сізге сыйлық бермеген. Біреу сыйлық алған сайын, өзіңізді қажетсіз және тастанды сезінгенсіз. Сөйтіп, бір күні ұжымыңызда 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне барлығына сыйлық беріледі. Бірақ сізге берілмейді. Ішіңізде ашу қайнайды. Бірақ өзіңізді білімді, мәдениетті санайтындықтан ашуды басып тастайсыз. Сондықтан бірнеше саты төмен түсіп, жасырын өшпенділікке өтесіз. Сөйтіп сіз тістеніп сөйлейсіз. Әріптестеріңіздің жанына бататын сөздер айтасыз. Осылайша, әйел әріптестеріңіздің қадірін түсіресіз. Демек, ашуды қалай жасырсаңыз да, ол басқа эмоция арқылы, яғни жасырын өшпенділік түрінде шығады. Сондықтан да көптеген мұғалімдер, жаттықтырушылар, психологтар мен дін өкілдері асқақ әрі дана сөздер мен сөз тіркестерін қолданса да, кейде сәл ашулы болып көрінетінін байқауыңыз мүмкін. Ашуларын басып, өздерінде ұстағандықтан, олардан жасырын өшпенділіктің желі еседі. Алдында бірнеше рет түсіндіргенімдей, қазіргі заманда жан азабын жоюдың нағыз тиімді әдісі жоқ. Сондықтан, адамдардың ашуды жою үшін бар істейтіні өзін-өзі алдау, эмоцияларын манипуляциялау, шынайы күйін жасыру, жалған қуаныш және тағы басқалары. Бір қызығы, адам өз ашуынан арылуды өзі білмей, өзгені ашудан арылтуға әрекеттенеді. Яғни, адамгершілікке, дұрыс өмір сүруге үйретеді. Ұрысады, айыптайды, кінәлайды, жазалайды. Ал бұлардан еш пайда жоқ. Егер жазалау, айыптау және моральдық кодекстер тиімді жұмыс істесе, онда әлемде бұрыннан-ақ қылмыс болмас еді. Сонда ашуды тиімді жою үшін не істеу керек? Тағы да қайталап айтамын. Жан жараларын емдеу керек. Эйфорияшы өзі білмейтін жасырын жан жарасын табамыз. Оның түп тамырын іздейміз. Және ауруды жою әдістерін қолданамыз. Сонда бұл жан жарасы жойылады. Демек, оны ашуландырған баяғы арандатушылар енді ашуландырмайтын болады. Бірнеше мысалдарды қарастырайық. Бір күні маған өз ұлына ашуын басалмай жүрген әйел келді. Егер баласы сабағын оқымаса, ол ашуланғаны сонша, телефон зарядтағышының сымымен баласының арқасына терең із қалдырып ұрып соғатын болған. Кейде ол оны белбеумен, не ас үй ыдысымен ұрған, не ішінен тепкілеген. Ол ұлының денесінен қанды көргенде ғана ұрып соғуын тоқтататын болған. Оны осылай ақылынан адасқандай әрекет етуге түрткі болған не? Бұл әйелді осындай құбыжыққа айналдырып, өз туған баласын жәбірлеуге итермелеген соншама қандай жан жарасы болған? Ашумен жұмыс жасағанда мына шындықты есте сақтаңыз. Ашу неғұрлым күшті болса, жан жарасы соғұрлым көп. Не үлкен жан жарасы, не көптеген кішірім жан жаралары болады. Сондықтан да біз бұл әйелден көп жараларды тазаладық. Оның түп санасынан мыналарды таптық. Бірінші, баласы сабақ оқымай топас болып кетсе, інісі сияқты психиатриялық ауруханаға түседі.
Бала кезінде әйелдің інісі болған. Ол жынданып кетіп, психиатриялық ауруханаға түскен. Екінші, егер баласы жаман оқитын болса, ол әйелдің үлкен ағасы сияқты сәтсіздікке ұшырайды. Сөйтіп оның қарыздарын жауып отыру керек болады. Үшінші, егер баласы ек алып жүретін болса, мұғалімдер оны ата-аналар жиналысына шақырады. Сонда ол басқа елдердің көзіне қарауға ұялатын болады. Бұрынғы оқиға, оның өзі онша жақсы оқымаған. Жас кезінде басқа студенттердің күлкісіне қалған. Төртінші, баласы жақсы оқымаса, жекеменшік мектепке кеткен ақшаға обал болады. Әйтпесе, баласын тегін мемлекеттік мектепке берсе болар еді. Бұрынғы оқиға, жастық шағында өте қымбат білім алуына төлемақы беру үшін әкесі көлігін сатуға мәжбүр болған. Бірақ содан кейін ол 2 жыл бойы өз мамандығы бойынша жұмыс таба алмай, бұл үшін ата-анасы алдында ұялып, өзін кінәлі сезінген. Бесінші, баласы жақсы оқымаса, бұзақы болып өзгелердің алдында өзін қорғай алмайды. Бұрынғы оқиғалар. Бала кезінде сіңілісі мен інілері үшін араша болып, туыстарының әділдігін қорғаймын деп, төбелесуге мәжбүр болған. Осы ұстанымдардың әрқайсысынан біз жастық пен балалық шақтағы ауыр оқиғалардың тізбегін таптық. Әйелдің балалық шағында ата-анасынан зорлық-зомбылық, қорлық және жәбір көрген кездегі терең жан жараларына да тап болдық. Ол ашу сезімінен абыржу, көз жасы, ұят, кінә, тағы да басқа эмоцияларға өте бастады. Барлық төменгі эмоциялардан өтіп, біз әйелді бірте-бірте тұрақты және жоғары күйге көтердік. Ол менен 7 сеанс алды және әрқайсысынан кейін өз сезімдерімен қуана бөлісті. Баласы оны ызаландырмайтын болған. Қайта керісінше, сабырлы және өз бетінше әрекет ете алатындай болыпты. Ал өзі болса, сүйіспеншілік пен жылулықты таныта бастаған. Бұдан баласы өзін еркін ұстай алып, жайдарлы бола түскен. Тағы бір мысал келтірейін. Бірде ер адам қатты қызғана бергендіктен әйелі оны тастап кеткен. Күйеуі ашуын тізгінде алмайтынын мойындады. Ашуы әртүрлі ұсақ-түйектерден туындайды. Әйелінің жұмысында бастығы еркек, ол соған ашулы болған. Баласы телефонда отыр, ол ашулы. Жұмыста оны емес, басқаны жоғары қызметке тағайындады. Ол ашулы. Доллар қымбаттап кетті. Ол ашулы. Туыстары мерекемен құттықтамады. Ол ашулы. Қысқасы, барып тұрған жауыз. Сондықтан әйелі оған ультиматум қойған. Не психологқа барасын, не ажырасамыз. Бұған ол әйелін ұрып жіберген. Әйелі болса чемоданын жинап, балаларын алып, түзелуіне мүмкіндік берместен бірден ажырасуға арыз жазған. Бұл ер адамның ашуланғаны соншалық, бұдан денсаулығы сыр беріп нашарлаған. Асқазан жарасы, жоғары қан қысымы, омыртқа грыжасы және басқа да көптеген аурулары пайда болған. Ал енді бұл жауызға басқа қырынан қарайықшы. Міне, біз небәрі 5 сеанста тапқан және жойған ұстанымдар мынадай. Бірінші, әйелім бастығымен көңілдес болуы мүмкін. Бұрынғы оқиға, 12 жасында ата-анасы ажырасып кеткен. Анасы басқа еркекке кеткен, ал ол болса әкесімен қалған. Екінші, жұмысқа келген пайдамды байқамай, мені жұмыстан шығаруы мүмкін. Бұрынғы оқиға, 5 жасында інісі дүниеге келіп, ата-анасының бар назары інісінде болған. Сөйтіп ол өзін ата-анасына керек еместей сезінген. Үшінші, ұлым телефонда отыра беретін болса, нашақор болып кетуі мүмкін. Бұрынғы оқиға, немере ағасы ата-анасымен араласпай үйден қашып кеткен. 3 жылдан кейін есірткі қабылдап жүргені белгілі болған. Ал қазір оның есірткіге тәуелділігі аса үлкен. Төртінші, доллар көтеріліп,
ол көшеде үй-күйсіз қалуы мүмкін. Бұрынғы оқиға. 90-шы жылдары рубль құнсызданып, миллиондаған ескі купюралар еш жерде қабылданбай қалған кезде пәтерін сатқан. Соның салдарынан бір туысының үйінен екіншісіне көшіп қонып жүруге мәжбүр болған. 5. Туыстары оны ұмытып, ешкімге керек болмай қалуы мүмкін. Бұрынғы оқиға. Тағы да балалық шақтан. Атанасы оның туған күніне тек шоколад сыйлаған, ал інісіне пульті бар ойыншық машина сатып әперген. Осыншама жан жараларынан тұратын букетке не дейсіз? Бұл жауызға әлі де ашулысыз ба? Өкінішке қарай, онымен жұмыс жасау оңай болған жоқ. Ол қашып, сеанстардан бас тартты. Маған сенбейтінін айтқан болатын. Бұл кісінің бойында қаншама жан азабы болғанын елестетіп көрініші. Тек 5-ші сеанстан кейін ғана ол кәдімгі адамша күле бастады. Ол өзінің ақымақ болғанын, ашу-ызасы, оны психикалық ауру сияқты ұстауға итермелеген бұрынғы жан жараларының кесірінен туындағанын түсінді. Кейін ол маған бұлай деп жазды. Олжас, сіз маған исламда айтылатын, бірақ дұғамен қол жеткізе алмайтын даналық пен мейірімділікті сыйладыңыз. Осыған дейін өз-өзімді тәрбиелеуге, ішкі жындарымды тізгіндеп ұстауға қанша әрекет жасалды, бірақ нәтиже болмады. Керісінше, ондай тәрбиелеуден мен одан сайын ашуланып, агрессивті болдым. Ашу мені үнсіз құртып жатты. Ал сіз дін туралы бір ауыз сөз айтпасаңыз да, қазір мен шынымен Аллаға жақын болғанымды сеземін. Айтпақшы, бүгін іш құрылысының ультрадыбыстық зерттеуінен өттім. Дәрігерлер асқазанның жағдайының тез жақсарғанына таң қалды. Ал әйелім өзі хат жазып хал жағдайымды сұрады. Мен оған бірінші рет оны жақсы көретінімді, әрі қатты сағынғанымды жаздым. Осы уақытқа дейін сол сөздерді айту, мойындау әрқашан ауыр соғатын. Сөйтсем, мен өзім махаббатымды танытпаған екенмін, әйелімді бағаламаппын да. Енді некемді қалпына келтіре алатын сияқтымын, және мүлде басқаша өмір сүретін боламын. Енді ешқашан отбасымды жоғалтпаспын. Байқағаныңыздай, эйфорияшы пейнхантерге сенім артса, нағыз кереметтер жасауға болады. Өкінішке қарай, ашумен күресу оңай емес. Адам ашуы бар екенін өзі түсініп, өзі терапияға келген жағдайды мысалға келтірдім. Ал енді жауыздардың 90%-ға жуығы ашуы бар екенін ұқпай, мойындамайтынын елестете аласыз ба? Олар өздеріндікін дұрыс деп санап, бар қиындығы үшін жақын туыстары мен достарын кінәлайды. Бұл жағдайда не істеу керек? Біз пейнхантерлер өзіміздің жеке бағамызды беруге, әрі соны қабылдатуға құқығымыз жоқ екенін білеміз. Әйтпесе жағдайға берген бағаңыздың кесірінен адам қатты ренжіп, сізді кінәлап, бұдан былай келместей болады. Сонда бұл жағдайда қалай әрекет еткен дұрыс? Алда бізде бұл туралы бірнеше тараулар болмақ. Осы кітаптың келесі бөлімінде біз өмірдің негізгі заңдылықтарын қарастырамыз. Оларды білмей, эйфорияшыны тұрақты бақыт күйіне көтеру мүмкін емес.